Сұрақ келіп түсті. Қызым көп көреді мультфильм, сосын өз деген істемейінше қоймайды. Мәселен, дүкеннен бір зат алу дегендей. Қызыңыздың қанша жаста екенін сұрасам болады ма? Қызыңыз қанша жаста, соны комментарийға жазып жіберсеңіз, соған байланысты сіздің сұрағыңызға жауап беруге тырысайын. Телеграм кеңестері жайында айтып отыр едік. Телеграм кеңестеріне қосылмағандар қосыла аласыздар. 6 жаста дейді. Негізі мультфильм көп көруі біз негізінен көп қолдамаймыз. Жалпы негізі мультфильмге байланысты айтатын болсақ, 3 жас кейбір педагогтардың көзқарасы бойынша 4 жасқа дейін балаларға ешбір жағдайда мультфильм көрсетуге, технологияға жақындатуға болмайды деп ойлаймыз. Жалпы негізі 3 жасқа дейінгі балалар үшін технологияның ешқандай пайдасы жоқ, тек қана зияны өте көп. Сондықтан да біздің сіздерге ұсынысымыз 3 жасқа дейінгі балаларға мультфильм көрсетпеулеріңіз дұрысырақ. Ал 3 жастан бастап балаларға мультфильм көрсетулеріңізге болады, бірақ та мультфильмдерді сіздер өздеріңіз таңдауларыңыз керексіздер, және де сіздің бақылауыңызда болуы керек. Яғни бет албаты баланың қолына планшетті немесе телефонды ұстатып, ютубты қосып беріп, ал енді өзің қалағаныңша мультфильм көр, немесе теледидардың алдына отырғызып қойып, қалағаныңша кез келген мультфильмді көруге болады деп өз бетімен қалдырып кету, ол педагогикалық жақсы орта емес. Педагогикалық тұрғыдан ол жаман орта деп есептелінеді. Сондықтан да мультфильмге байланысты айтарымыз 4 жастан кейін, 3 жастан кейін көрсетулеріңізге болады, бірақ уақыт шектеулі болу керек, және мультфильмдерді өздеріңіз таңдауларыңыз керексіздер. Егер көп мультфильм көріп, теледидардың алдынан тұрмайтын болатын болса, онда балаларыңыздың агрессивті болуы, немесе жаңағындай сабаққа немесе бір нәрсе үйренуге деген құштарлығының болмауы деген секілді жағдайлар ол қалыпты кездеседі, оны күтіңіздер. Сондықтан егер балаларыңыздың болашақта сабаққа қызығушылығын төмендеп, сабақ оқығысы келмеу деген секілді проблемалар болмасын десеңіздер, балаларыңызды технологиямен көп жалғыз қалдырмаңыздар. Тек сіздердің бақылауларыңызда сіздер қалаған кезде, сіздер қалаған нәрсені ғана көрулері керек. Бірінші сұрағыңыздың жауабы. Енді екінші сұрағыңыз жаңағы